Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сосиски в тесте пісіреміз. Жылы сүтке тұз және қант қосып араластырамыз. Содан соң дрож қосып, сұйық май құйып, тағы да араластырамыз. Ең соңында ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, 2 есе көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз 2 есе көтерілді, енді қолымызды майлап, қамырымызды жаямыз. Жайып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей жолақтарға кесіп шығамыз. Қамырды сосискаға видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Қамырды қысқа етіп кесіп қойсаңыз, орау барысында созуға болады. Сосискаларды пергаментке қойып, жұмыртқа жағамыз. Қаласаңыз, үстіне күнжіт сеуге болады. 200 градусқа қыздырылған пешке жарты сағатқа саламыз. Сосиски в тестеміз дайын, қамыр өте жұмсақ болып, қызарып, әдемі болып піседі. Барлықтарыңызға ас болсын, сіздермен болған Гүлжанат.